Апай, мен айтайыншы? Арай айта ғой. Абылайхан 1711 жылы Түркістан облысында дүниеге келді. Оның лақабатын Сабалақ деп атаған. Арай, дей бермей, арасында сабақ айтып қойсай. 50% осы есептермен келеді. Асик, шық тақтаға. Мен ба? Иә, шық тақтаға деймін. Қуасы қазір тақтаға шықса, мені көтермейді ғой, сынып қалады ғой. Тең, түбір асты, 81. Шығар ол. Өзім ба? Бұл шығат негізі. О, сорлы. Мына есепте де шығарамай тұрсың ғой сен. Ертең сен еліңді қалай қорғайсың, айтшы маған. Ой, қойыңыз апа, еліңді қорғайсың. Есепті не қатысы бар? Ертең біреулер атака жасаса, дәптеріңді апарып тұрайын. Мына есеп шығара аламын, түбірасы 80-де. Екі ма? Немен сықсың болды. Неге? Ойландашы, мусор тазалап атсақ, ішінен 11 сыныпта талғат шығып келатса. Басын, мусорный пакетке тық женен еді. Артынан айдау шығып келатсашы. Талғат, мені тастама.